Жаңа баспанаға су жүйесі қалай қосылады? Жаңа баспанаға көшкен азаматтарды дәл осы сұрақ мазалайтыны заңды. Ең бастысы бәрін тиісті талаптарға, ережелерге сәйкес істеген дұрыс. Сонда ешқандай проблема туындамайды. Сонымен жаңа үй салғандарға су желісін қосу жолын түсіндіреміз. Бірінші мәселе техникалық келісім шарт қағазын алуыңыз керек. Ол үшін сумен қамтушы мекеме су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне келесіз. Жеке басты куәландыратын құжатыңызды, жер теліміңіздің мемлекеттік актісін және жер телімі бойынша үзінді көшірмені ала келуіңіз керек. Және егов.kz-тен меншік құқығын растайтын анықтаманы да ұмытпаңыз. Тағы бір маңызды құжат учаскеңіздің топографиялық түсірілімі. Себебі кейбір учаскелердің астынан жер асты құбырлары өтуі мүмкін. Ал құрылыс кезінде санитарлық қорғау жолағын сақтау аса маңызды. Сондықтан осы түсірілім талап етіледі. Су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мамандары сізді тұтынушы ретінде желіге қосу мүмкіндігінің бар жоғын анықтайды. Техникалық келісім шарт құжаты 5 жұмыс күні ішінде дайындалады. Келесі кезекте абонент су желілеріне қосылу жобасын жасатуы тиіс. Бұл құжат лицензияланған жобалау мекемелерінде дайындалады және заңды лицензиясы бар мердігер ұйыммен құрылыс монтаждау жұмыстарын жүргізу туралы келісім түзілуі керек. Құрылыс монтаждау жұмыстарынан кейін сумен қамту кәсіпорны өкілдері гидравликалық сынақтар жасап, желіге су жіберіп көреді. Егер бәрі ойдағыдай болса, абонент сертификатталған су есептегіш құралын сатып алып, су өлшегіштер торабына орнатады. Және соңғы талап, су ресурстары маркетинг компаниясымен келісім шарт түзіп суды пайдалану үшін дербес шот ашасыз. Біздің мекен жайымыз Орманов көшесі 17-ші үй. Ал қаладағы су құбырлары және кәрізді пайдалану басқармасы мемлекеттік коммуналды кәсіпорны қызмет көрсететін аймақта тұратын абоненттер сол мекемеге жүгінеді. Техникалық шартты сол мекемемен түзеді. Ол Қалдаяқов көшесінің бойындағы Әл-Фараби халыққа қызмет көрсету орталығының ғимаратында орналасқан.